Қайырлы күн, құрметті менің YouTube каналымдағы тақырыптарымды тағатсыздана күтіп, менің әрбір видео жазбамнан өзіне пайдалы кеңес алып жүрген көрермендерім. Сіздермен қайтадан қауышып отырғаныма қуаныштымын. Көпшілікті мазалаған және маған жиі хаттармен келіп отыратын сұрақтар төңірегінде бүгін сіздерге жауап бергім келіп отыр. Қалай тез арманды орындауға болады және армандар орындалу үшін не істеу қажет? Дәл осыған байланысты әрекеттер жайында айтып беретін боламын. Біз арманымыз неге орындалмайды? Мен осы қаншама арманды жазып жүрмін, Құдайдан тілеп жүрмін. Бірақ та бір арманым 5 жыл болды, 10 жыл болды орындалмайды деп көпшілік шағымданып жататыны жасырын емес. Бірақ армандардың тез орындалу жолы қандай? Және оны орындау үшін қандай әрекеттерді жүзеге асыру керек? Әрине, әрбір жұмыстың, әрбір нәрсенің өзінің құпиясы бар. Ал сол бір құпияны біліп және соны орындау мақсатында сол құпияның жолымен жүріп әрекетін таба білген адам міндетті түрде өзінің діттеген мақсатына жетеді. Арман дейміз, ал арманның негізгі синонимі қандай? Оның мағынасы жалпы қиял деген мағынаны білдіреді. Арман ол қиялдау мәселесі. Сіз үйіңізде жатып алып барлығын армандай бере аласыз. Көлік алсам екен, тіпті мына космосқа ұшуды да қарапайым өзіңіздің үйіңізде жатып айға ұшып келетіндей дәрежеде арманыңыздың қиял шексіздігі соншалықты не ойлағыңыз келеді, соның бәрін ойлай беруге болады. Бірақ оның барлығы орындалуы мүмкін бе? Не себепті біз өзіміздің көңіл қалауымыздағы және бізді жиі мазалап келе жатқан бала армандарымызды орындай алмай жатамыз? Оның үлкен бір себебі бар. Сіз қиял әлемінде өмір сүрмеңіз. Еш уақытта арман орындалмайды, егер сіздің мақсатыңыз болмаса. Себебі арман, мақсат, жоспар үшеуі бір-бірінен ажырай алмайтын белгілі бір элементтер. Оларды еш уақытта бірінен бірін ажыратып тастап, тіпті арманым орындалу үшін мен жоспар мен мақсатқа назар аудармаймын деген ол үлкен қателік болады. Сіздің ең бірінші армандар орындалу үшін жасау керек әрекетіңіз ол армандарыңыздың тізіміне лайықталған мақсат құрып білу. Яғни мақсатыңыз нақты, айқын, өлшенген, мөлшерімен болатын болса, онда сіз арманыңызды қай уақытта, қалай және қандай сәтте, қандай әрекетпен орындау керектігі жайында нақты білетін боласыз. Арман орындалмайды деп көпшілік шағымданады, ал өзіңіз арманды орындау үшін қандай құрбандыққа бардыңыз? Немесе белгілі бір әрекеттерді жасап жатырсыз ба? Осы жайында қатты ойлану керек. Өйткені біреу айтуы мүмкін, соның жолы болғыш, ол үнемі осылай бір Құдайдың назары ауып тұратын адам, не болмаса, осының ғана арманы орындалып жүреді, ал менің армандарым неге орындалмайды деп, басқа біреуді бір Құдайдың сүйікті құлы көріп, өзіңізді бір жаман адам есебінде сезінудің де қажеті жоқ. Бар болғаны екі аяғыңызбен, екі қолыңызбен білек сыбана іске кірісу қажет. Қиял болып, ол бір орында тұра береді арман. Еш уақытта сіз соған лайықты бір әрекеттерді, яғни шаг дейміз, ол қадамдарды жасап, нақтылы бір өзіңіз белгілеген арманыңызды орындау үшін тәуекелге бара білсеңіз, онда армандарды орындаудың ең үлкен бір жолы ашылады. Арман қиял. Егер ол мақсат болмаса орындалмайды. Енді мақсатты қалай құрамын деп тағы да ойланып жатқан шығарсыздар. Мен бұған байланысты қаншама видео жазбалар түсірдім. Және өзімнің семинарларымда, мастер-класстарымда қыздарға, жігіттерге айтып та жүрмін. Бірақ кейбіреуі оны өмірінде дұрыстап пайдаланбағандықтан маған келіп, жоқ, бұл тактикаңыз жұмыс жасамайды екен деген сияқты әңгімелер айтады. Ал ол тактиканы жұмыс жасата білудің де өзіндік құпиясы бар ғой. Мақсатпен ғана еш уақытта арман орындалып шектеліп қалмайды. Себебі біздің мақсатымыз ендігі ретте жоспарға ұласады. Демек, сіз жоспарыңызды құрасыз. Жоспардың өзін жыл, ай, апта, күн. Дәл осылай бөліп алу керек. Содан кейін сіз күнделікті жасап жатқан жұмысыңыз сіздің белгілі бір арманыңызға алып баратын жол есебінде үнемі сізге көмегін беріп отыру керек. Жай ғана, мысалы, бүгін істейтін жұмысыңыз жоқ па? Сіз бірінші арманыңызды, екінші арманыңызды, үшінші арманыңызды ойлаңыз. Мен не себепті сіздің барлық оқырмандарыма айтам, армандардың тізімін құрыңыз деймін. Сол арманыңыздың тізіміне байланысты мақсатыңызды жазыңыз. Сол мақсатыңызға байланысты жылдық, айлық, апталық және күндік жоспарыңызды құрып алатын болсаңыз, сіз ойы шашырап кеткен, қалай болса солай уақытын қайда жұмсарын білмей жүрген бір адамға айналмайсыз. Керісінше сіз кәдімгідей күнделікті жоспарыңызды орындау арқылы арманыңызға қадам жасап жатқан тұлға болып саналасыз. Сондықтан, құрметті достар, бұл бірінші кеңес. Арманыңыз орындалсын десеңіз, мақсат құру керексіз, міндетті түрде, және сол мақсатқа лайықталған жоспар болу керек.
Екіншіден, армандар орындалу үшін адамның өте қатты ниеті маңызды. Яғни сіз ол нәрсені қатты қалау керексіз. Есіңізге түсіріңізші, арманыңыздың бір орындалған сәті болуы әбден мүмкін. Өмірде арман орындалмаған адам жоқ. Барлық арманның белгілі бір сатыдағы өзіндік деңгейінде армандар орындалған адамдар бар. Ал сіз сол бір сәттегі эмоцияңызды есіңізге түсіріңізші. Арманым орындалған сәтте менің бойымды қандай қуаныш сезімі биледі. Менің энергиям сол уақытта қандай сатыға көтерілді. Ішімдегі шексіз қуанышты мен қалай сыртқа шығара білдім. Сол бір қатты жетістікке жеткен шағыңызды есіңізге түсіріп көріңізші. Ойланыңыз. Ол мүмкін сіздің грантқа түскеніңіз шағыңыз шығар. Мүмкін бір бизнестегі алғашқы миллионыңызды тапқан кезең шығар. Бәлкім балаңызды өзіңіз қалаған жақсы мектепке орналастыру шығар. Не болмаса көлік алған сәтіңіз. Әртүрлі болуы мүмкін, өмірдегі сондай арман орындалған кадрлерді көз алдыңыздан елестетіңізші. Сол уақытта сол арманға жеткенге дейінгі сіз қандай адам болдыңыз? Күнде тыпырлайсыз, ойыңыз кәдімгідей сол арманға байланып қалады да, ұйықтайтын сәттің өзінде де сол арман сізге ұйқы бермейді. Яғни күнделікті соны көз алдыңызға елестетіп, тіпті түсіңізге кіретін сәттері болады. Міне, сіз ұсақ түйек қарамаңыз. Барлық армандарыңызды қатты жүрекпен қаладыңыз ба? Соны ойлап ұйықтап, сол үшін әрекет жасап, соны қалай да орындаймын деген ерекше ниетті алдыға қоятын болсаңыз, онда сіздің ниетіңізге қарай амал әрекетіңіз жасалады да, міндетті түрде Алла тағала сіздің жолыңызда сол арманды орындауға белгі беріп отырады. Бірақ сол белгіні өзіңіз түсініп, егерде осы маған Алла тағаладан берілген белгі, мен мына сынақтан өтуім керек, мына кедергіні жеңуім керек, өйткені оның артында менің ұлы армандарым жатыр ғой деп қарайтын болсаңыз, онда арманыңыздың орындалуына жақын қалдыңыз деп есептей беріңіз. Дұға тілек тілеу өте қатты маңызды. Яғни, жай ғана, ой Құдайым маған осындай үй бере көр, көлігім болса екен, анада бар, менде неге жоқ деп жай ғана бір алақан жайып, соның бір әдет қой, жай осылай бір тілей салайыншы деген бір ырымын жасап қою үлкен қателік болады. Сіз егерде шынайы арманның орындалған қалайтын болсаңыз, барлық армандарыңызды жүрекпен тілеп үйрену керексіз. Яғни, оның ішіне көпшілік айтып жүрген қайырымдылық та кіреді. Қаншама қайырымдылықпен айналысып жүріп, сіз өзіңіздің армандарыңызға жол ашып жатқандығыңызды ұмытпаңыз. Және біреуге көмектесіп жіберу, ақыл кеңесіңізді беру, біліп тұрсаңыз қол ұшын созу, демеу көрсету, енді ғана кәсібін жасап келе жатқан, болмаса сізден бір көмек сұрап жатқан мұқтаж адам болса, оған барынша көмек қолын созуға тырысыңыз. Себебі ол адамның арманын орындауға Алла тағала сізді себепші етіп беріп отыр ғой. Сондықтан біреудің арманын орындай жүріп, өз армандарыңызға қадам жасалып жатқанын ұмытпаңыздаршы. Өйткені бұл жерде бір қатты мән беретін нәрсе бар. Біздің армандарымыз тікелей Алла тағаламен байланысты. Сіз тілеуіңізге, ниетіңізге, сұрауыңызға байланысты осы пендем осындай әрекет жасады ғой, мына еңбегіне бола деп, сіздің еңбегіңіз міндетті түрде бағаланады. Тілеп, жылап, қатты жүрекпен қалаған армандарыңыз орындалады. Оның куәгерінің бірі өзіммін деп айтсам болады. Себебі мен барлық өмірдегі армандарымды тікелей бірінші жазамын, мақсат құрамын, Алла тағалаға ниет етемін. Осы арман жолында маған қандай сынақ берсең де әйтеуір төземін, бірақ та өтінемін, Алла тағала қалай да маған осы жолды нәсіп етіп, осы арманға жетуімді бір өзің бұйыра көрші деп кәдімгідей тілек тілеймін. Шынайы жүректен шыққан тілек ол өзінің жолын табады. Сөйтіп сіздің армандарыңыз орындалады. Бір нәрсені ұмытпау керек, достар. Тілек тағдырды өзгертеді дейміз. Дұрыс, өте жақсы айтылған сөз. Біз Алла тағаладан тілеу арқылы тағдырымызда болайын деп тұрған жаманшылықты ысырып жібереміз. Орын алайын деп тұрған кедергілерді артқа тастаймыз. Түрлі болайын деп тұрған сынақтар, келе жатқан әртүрлі қорқынышты мәселелердің барлығына біз алақан жайып Алла тағаладан тілек тілеу арқылы шектеу қоя аламыз. Тағдырым осындай, маңдайыма жазылған осы, өмірім көрсеткен тауқымет осындай, мен енді бұдан артық жақсы өмір сүре алмаймын деген ойыңыздағы жаман негативті бүкіл сана сезіміңізді жаулап алған жаман ойдың барлығын миыңыздан алып тастаңыз. Себебі тілек тағдырды өзгертеді. Қалай тілек тілейсіз, қаншалықты сұрайсыз, соншалықты сіздің тағдырыңыз қалыптасатын болады. Бірақ сұрағанға бере береді, ниеттенгеннің барлығының алдынан жолы ашыла береді деген де өтірік. Себебі мына қолын, аяғын қимылдатып, еңбек етіп, маңдай теріне малшынып, барынша соны жұмыс жасап, ұйқы көрмей, күлкі көрмей, сол бала шағасы үшін, немесе өзінің ұлы армандар үшін, мамандығы үшін, жолы үшін өзін қалыптастырып келе жатқан адам
еңбек етпесе, оған тектен тек жай ғана бір нәрсе берілмейді. Ал егер ол жай ғана оңай беріліп тұрса, оңай келген нәрсе оңай жолмен кете беретінін де есіңізден шығармаңыз. Сізге бір жақсы бірдеңе оңай берілді ме, оның артында сынақ тұрады. Сондықтан сіз осы маған беріліп тұрған осындай кішкентай бақыттың артында не тұр екен деп ойланыңызшы. Ол сіздің ұйқысыз күндеріңіз, біреуге көмектескеніңіз, жүректегі тазалық, жұмысыңызды адалынан атқарғаныңыз, еңбегіңіздің өнімділігі деп білу керек. Яғни сізге ешқандай жақсылық тегіннен тегін келмейді. Барлық жақсылық сіздің бұрын жасап кеткен жақсылықтарыңызбен тікелей байланысты. Сондықтан арманым орындалсын десеңіз, бірінші армандардың тізімін құрыңыз, яғни қиял әлемінде жатпаңыз. Екіншіден, сол арманға лайықталған мақсатыңыз болу керек. Мақсат дегеніміз ол іс-әрекет деген мағынаны береді. Мақсатымыз іс-әрекеттен тұрады. Күнделікті қимылдау, бару, көру, сөйлесу, жалға алу, ақша жұмсау, қаражат жіберу, оның барлығы әрекет. Сондықтан сіз арман құрдыңыз ғой. Енді арманға қатысты мақсат жасайсыз. Мақсатыңыздан кейін барып сіз сол мақсатқа лайықталған жоспар құру керексіз. Ал жоспарыңыз деген күнделікті жасап жатқан тіршіліктеріңіздің жиынтығы болады. Ал ол жиынтық сізді құрайтын әдет болады, ал сол әдеттер сізді қалыптастырып тұрған мінез болады. Демек, әдетіңіз мінезге айналған уақытта сіздің армандарыңыз орындалу үшін қалыптастырған сол бір мінезіңіз сізді ұлы армандарыңызға апаратын жол болады. Құрметті достарым, ешқандай адамның арманы орындалмайды деген мүмкін емес. Барлық адамның арманы орындалады. Әйтеуір жоқ дегенде өмірінде белгілі бір қатты жүрекпен қалаған 10 арманы орындалады. Жоқ дегенде. Ал сіз енді ойлап көріңізші, 10 арманыңыздың қайсысы орындалды, қайсысы орындалған жоқ. Орындалмаса неге орындалмай жатыр? Егер арман орындалмай жатса, арманды ауыстырудың қажеті жоқ. Оған апаратын жол, жоспар мен мақсатты міндетті түрде өзгертіп отырып, бұған қалай жетсем болады деп, сол арманға апаратын адамдарды іздеп, сол арманға апаратын түрлі жұмыстарды іздеп, әйтеуір бір жолын қарастырған адам, ол міндетті түрде түбінде сол бір арманына апаратын есікті айқара ашатын болады. Достарым, мен сіздердің армандарыңыздың орындалғанын қатты қалаймын. Себебі күнделікті мен өзімнің арманым орындалған сайын, сол бір арман орындалған сәттегі эмоцияма куә болған сайын, мен де сіздердің сол бір шаттыққа кенеліп, қуаныштарды сезінсе екен деген ниетпен осындай видео жазбаларды түсіремін. Ал маған айтады біреу, ой, мұжып кеттің, көп сөйлеп жатсың, бірдеңені тез-тез айта салсаң болмады ма деп. Жоқ, болмайды. Себебі жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Мен шын ниетіммен беріліп сіздерге барынша ақпарат беруге тырысып, осылай шынайы сөйлеп жүрекке жеткізбесем, онда ол сіздің жүрегіңізден орын алмайды. Бүйтіңіз, сөйтіңіз, осыны істеңіз, болды, арманыңыз орындалады дей салатын ақиқатқа негізделген фактілер жоқ. Сондықтан, құрметті достарым, менің айтып жатқан сөздерімнен кішкентай болсын мағына, мән көріп тұрсаңыз, пайдасы болады деп шынайы жүрекпен сенсеңіз, онда дәл осы кішкентай ғана тапсырмалар ғой, осыларды орындап көріңізші, және менің бұрынғы видеоларымды қарап, сол жерде не айттым, сол жердегі бүкіл орындауға тиіс деген тапсырмаларды қарап, міндетті түрде жасап көріңізші. Егер арманыңыз орындалмаса, онда маған келіңіз. Біз тағы да басқа жолдарын қарастырып көретін боламыз. Біз өмірге армандарды орындау үшін жаралғанбыз, достар. Сау болыңыздар. Бүгінге осы, сіздерге кішкентай болсын ақпарат беруге барынша тырысып жүретін мен, Еңлік.